Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында сметаник дайындап үйренетін боламыз. Бұл менің ең жақсы көретін пирогтарымның бірі. Осы рецептпен жасасаңыздар, бір жасағаннан ақ шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазір сіздерге пирогты кесіп көрсететін боламын арасын. Мінекей қараңыздар достар. Осылай өте әдемі болып шығады. Ең алдымен тестасын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға ұнымызды, разрыхлительді араластырып, қантымызды саламыз. Жұмыртқамызды салып араластырамыз. Негізі достар, алдымен жұмыртқаны емес, сары майды салып араластыру қажет. Мен видеода ұмытып кеттім, и жұмыртқаны салып қойдым, бірақ ештеңе етпейді. Сіздер алдымен үй жағдайындағы сары майды қатты ерімеген бөлме температурасындағы сары майды салыңыздар. Міне осылай кесіп алып, салып араластырамыз. Қолымыздың көмегімен сары майларымызды үгітіп, ұнмен араластырып аламыз. Бізде песочный тесто дайын болу керек. Оған дейін осылай қолымызбен араластырамыз, сары маймен ұнды араластырып. Міне біздің тестамыз дайын болып қалды. Бізде осындай тесто болу керек. Енді тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Міндетті түрде осындай салафанға салыңыздар, немесе пищевой пленкаға салыңыздар. Енді дайын тестамызды екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін пирогтың астына төсейміз. Формамызды алып, астына тестамыздың жартысын жайып аламыз. Осылай қолымыздың көмегімен жайып аламыз. Енді тестамыздың қалған бөлігін осылай шетіне бортик жасаймыз. Мен екі бөлікке бөліп аламын. Сонда ыңғайлы болады тезірек жасауға. Осылай жасап аласыздар. Жасап болғаннан кейін осындай тегіс стаканның көмегімен, немесе осындай сырты тегіс ыдыстың көмегімен тегістеп алсаңыздар болады, барлық жерін біркелкі етіп. Енді ортасындағы ішіндегі начинкасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа сметана, қантымызды, 4 жұмыртқамызды салып, 10-20 секундқа араластырамыз. Венчикпен араластырасыздар, немесе вилкамен, миксермен араластыруға болмайды. Онда мен просто скоростьті көбейткенмін, бірақ сіздер ақырын араластырыңыздар. 20 секунд араластырсаңыздар жетеді. Енді дайын начинкамызды формамыздың үстіне құямыз, тестамыздың үстіне. Пештеріңіздің градусына қарай 30-40 минут пісіріп аласыздар. Мен 150 градуста пісіремін, өйткені менің пешім қатты піседі, тез піседі. Міне достар, біздің пирогымыз дайын. Енді 2-3 сағатқа салқын жерге қоямыз. Сол үшін бетіндегі сметанасы қатуы керек. Әйтпесе төгіліп кетеді кескен кездеріңізде. Міне біздің сметанамыз қатты, суыды пирогымыз. Сонда кескен кезде осылай бұлжырамай, қатып, әдемі болып кесіледі. Достар, егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта осындай көптеген рецепттер шығатын болады.